Бастауышта оқыту әдістемесі кафедрасы тарих факультетінің құрамында 1960 жылы бастауыш мектеп педагогикасы деген атпен ашылды. Қазіргі таңда бастауышта оқыту әдістемесі кафедрасы деп аталады. Кафедраны педагогика ғылымдарының кандидаты аға оқытушы Таутаева Гүлдариға Батыршақызы басқаруда. Кафедрада 22 оқытушы қызмет етуде. Атап айтсақ, 2 ғылым докторы, 11 ғылым кандидаты, 5 аға оқытушы, 4 магистр қызмет етуде. Бастауышта оқыту әдістемесі мұғалімін даярлау бағытында бакалавр, магистратура, докторантура бағыты бойынша түлектер шығарамыз. Кафедрамыздың өнегелі ұстаздардың еңбектерін таныстыру мақсатында арнайы бұрыш әзірленді. Бұл бұрышта тіл білімінің теориясы, математиканы оқытудың әдістемесі, инновациялық технологияларға қатысты ғалымдардың үздік еңбектері жарияланған.